Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай сметанник пирогының оңай әрі жеңіл рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Біз бұл пирогты жасау үшін алдымен ұнның үстіне разрыхлитель, содан соң қантты саламыз. Оның үстіне осылай сармайды бөлшектерге бөліп, салып жақсылап араластырып, крошки жасайтын боламыз. Сармайдың температурасы маңызды емес. Осылай қолымызбен араластырып отырып, жақсылап біркелкі етіп крошки жасаймыз. Дайын болған қамырдың үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, қолымызбен илей отырып, қамырды жасайтын боламыз. Осылай үстіне басып, қолыңызбен қатты мыжып отырып жасасаңыз, тез дайын болады. Енді ыдыстың түбінде қалып кеткен қамырларды алып, үстіне қосамыз. Пакетке салып, шамамен 10-15 минуттай ұстайтын боламыз. Енді осылай фольга қағазын кольцоға байлап, қамырымызды жайғастыратын боламыз. Жай ғана формаға жайғастырсаңыздар да болады. Қамырдың шамамен жарты бөлігін осылай астына, қалғанын бортики жасауға қолданатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Осылай қолыңыздың көмегімен жан-жағына жая отырып, осылай толықтай жеткізіп жасап шығамыз. Енді қалған бөлігін алып, шет-шетіне істеп шығамыз. Бізде бортики биік болған жақсы. Біздегі сметана, яғни салмасы ағып кетпеу үшін осылай биік қылып жасай беріңіздер. Кез келген осындай бір пішінді затпен реттеп шықсаңыздар болады. Барынша биік болып жасалғаны жақсы. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін ыдысымызға сметана, оның үстіне құмшекер және 4 жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай қалауларыңыз бойынша ванилий немесе ванильный сахар қоссаңыздар болады. Бұл маңызды емес. Осын салып болғаннан кейін біркелкі болғанша араластырамыз. Миксердің ешқандай қажеті жоқ. 1 минутта болмай, бізде бірігіп қалады барлығы. Шамамен осындай смесь болғанша араластырамыз. Енді осыны қамырымыздың үстіне құямыз. Осы кезде оның биік болған бізге пайдасы тиеді. Ағып кетпей, осылай толықтай жетеді. Осылай барлығын салып істейтін боламыз. Шамамен 30-40 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Бізде маңыздысы пеш алдын ала қызып тұру керек. Осылай барлығын жақсылап салып, пеште пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Шамамен 1-2 сағатты толықтай суығаннан кейін барып кесесіздер. Бірден кессеңіздер, салмасы ағып кетуі мүмкін. Осылай жан-жағын ашып алып, формадан шығарасыздар. Өте нәзік әрі әдемі көрінеді. Менің отбасыма сондай қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаса, каналымдағы басқа да видеоларға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.